Мынандай ыстық күнде таптырмас тағамдардың бірі бұл салқын көже. Салқын көже қарныңызды тойдырып қана қоймай, шөліңізді басады. Алдымен жүгерімізді жақсып жуып аламыз. Менде осындай сары және де ақ жүгері. Одан кейін үйде бидай бар еді, одан да кішкене қосып жібердім. Сөйтіп қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін көбігін алып тастайсыздар да дәміне қарай тұзын саламыз. Жүгері пісіп шыққаннан кейін көлемі 2 есе емес 3 есеге дейін үлкейеді, соны ұмытпаңыздар. Асты баяу отта 3-4 сағаттай қайнатамыз. Пісіп шыққаннан кейін бөлек ыдысқа салып, кішкене суытыңыздар. Одан кейін міндетті түрде құртты езіп салып жіберсеңіздер, өте дәмді болады. Айранды толықтай суығаннан кейін бірақ құясыздар. Ыстықтай құятын болсаңыздар, іртік-іртік болып қалады, соны ұмытпаймыз. Мінекей біздің жүгеріміз дайын болды. Холодильникке салып, 1-2 сағаттай салқындатып алып ішеңіздер, енді деген дәмі керемет, өте күшті болып шығады, жасап көріңіз.